Білектей арқасында өрген бұрым, шолпысы сылдыр қағып жүрсе қырын. Кәмшат бөрік, ақ тамақ қарағасты, сұлу қыздың көріп пең мұндай түрін деп, Абай атамыз жырлағандай, нәзік жандылардың қаруы, сұлулығының көрінісі, иығынан төгілген қолаң шашы талай жыраудың жырына, ақынның өлеңіне арқау болғаны сөзсіз. Данагөй ата-бабаларымыз шаштың киесі бар деп, шашының бір талында кез келген жерге тастамаған. Қазақ халқы қыз деген сөздің өзін әдептіліктің, әдеміліктің, инабаттылықтың, сұлулықтың белгісі деп таныған. Әсіресе қыз баланың көрікті болып өсуіне анасы ерекше көңіл бөліп, аттың көркі жалы, қыздың көркі шашы деп шашты күтіп өсіруді өнер деп санаған. Қазақ халқының жырларында қазақ қыздарының шаштарын 10 күн тарап 5 күн өрген, шаштарының ұзындығы ізін басқан, қыпша бел қиылған қас қолаң шашты деп керемет суреттелген. Шаштарының қос бұрым етіп өру әрбір қыздың көркі болған, және де мен өз бұрымыммен мақтанамын. Дана халқымыз шашты сұлулық пен мәдениеттіліктің белгісі ғана емес, әйелдер қауымына берілген Құдайдың айрықша сыйы деп қарап құрметтеген. Ақ үйден бір қыз шықты көзі күлген, шаштарын 10 күн тарап 5 күн өрген деп жырға қосқан.